Бәріңе сәлем, біз YouTube-не хабарды жалғастырамыз. Өткен апта жаңалықтары мүлдем аз болды, бүгінгі видеода тек 2 жаңалық қана. Олардың бірі тиктокер Ficus в Corner YouTube-ға келді. Мистер Прикольчик өзінің альбомын дайындап жатыр және Балабай интервью берді. Және тағы да басқа 2-3 ұсақ-түйек жаңалықтар бар. Ендеше бастаймын. TikTok'та 1 миллиондық аудиториясы бар Ficus в Corner, яғни Фаина YouTube-қа келді. YouTube-қа келе салысымен бірден 18 мың подписчик жинап алды. 2 видеосы бар, бір видеосында 56 мың просмотр. Ал екіншісінде болса 12 мың. Әрине, ода аудиториясы бар, TikTok'тағы адамдар YouTube-тан көреді. Придя в магазин, сразу же обратила внимание на вот это. Добрый день, здравствуйте, я открываю новый челлендж во всем интернете. Это One to Flip челлендж, пацаны. Первым делом, придя с магазина, я села есть. Как говорила моя мама, белую футболку замара. Затеи. Отлично. У нас есть хвостик. Я так понимаю, дальше мне просто нужно закреплять сюда по одной резиночке. Просто наблюдайте. Мне кажется, они слишком маленькие. Ну ладно, ничего страшного. Будет сложно. Но мы справимся. В твоем познании настолько преисполнился, Я только что поняла, что я начала строить ее слишком низко. Она вот здесь, она чтобы она была хотя бы вот здесь. Но мы не сдаемся. Дубль 2. что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Зацените. Келесі өздерің Қуанғалидың альбом дайындап жатқанын білетін боларсыздар. Соның алғашқы әнін шығарды. Достарым деп аталады, өзінің достарына арнаған. Мистер Прикольчик туралы документалдық фильм шығарған Біржан деген арнада жаңа видео шықты. Бұл видеосы Майк Миллерге, яғни қазіргі Балабайға арналады. Алдыңғы документалдық фильмдегідей Балабай өзінің өмірін, YouTube-тағы жолын тағы басқа нәрселерді айтты. Сендерге айтқым келетін бір зат, ешқашанда ойлаған арман мақсаттарыңа жетпегенше қоймаңдар. Егер де сендерге біреу айтса, мүмкін емес деп, просто күліп қарай салыңдар кез келген затқа. Мүмкін емес деген зат жоқ, кез келген затқа жетуге болады. Мүмкіндік кез келген жерде бар, ұмытпаңдар. Мүмкіндікті жасайтын ол сендер. Егер сен тоқтап қалсаң, барлығы бітті онда, сен үшін. Сондықтан мүмкіндікті кез келген жерден жасауға болатынын ұмытпаңдар. Ол сенің идеяң, сенің фантазияң, сенің арманың, сенің мақсатың кем дегенде. Сондықтан жетуге тырысыңдар. Тек қана сендерге көмектесетін ол сендердің жүректерің мен миларың. Одан басқа затқа сенбеңдер. Сондықтан егер де бір зат бастағыларың келсе, қазір қолға алыңдар. Дәл қазір жассың ба? Жасың 10-да, 12-де, 15-де, 20-да. Жақсы жасың 30-да болсын. Бірақ ертең емес, дәл бүгін бастау керексің. Ертең дейтін сөзді ұмыту керек. Ертең. Жоқ, ертеңді ойлау бөлек. Сен просто бір зат бастау керек па? Бүгін бастау керексің. Ертең ол ертең болып кетуі мүмкін. Ертең ол арғыны болып кетуі мүмкін. Ертең ол оның арғыны немесе бір жыл орын, бір жылдан кейін болып кетуі мүмкін. Сондықтан ертең емес, бүгін сен өзіңнің арман мақсатыңды ұялмай ештеңеден қысылмай бастауың керек кез келген зат. Егер де қысылатын болсаң, онда оны жеңіп шығуға болады. Ол үшін саған тек қана өзіңе деген сенім керек. Көп адамдармен сөйлесуің керек. Себебі адамдармен сөйлесу ол сенің жаңа қырларыңды ашады. Шынымен де сен адамдармен сөйлесіп, жаңа таныстық,
осының барлығы саған өнер жолында болсын, жақсы өнер деп ала аламын ютубты да. Шынымен де өнер жолында саған қатты көмектеседі. Танысу, сен просто ашыл, әлемге ашыл. Өзіңнің ішінде жатқан барлығын көрсет. Мен осындай істеп жатырмын. Көрсет. Оны тығып, тек өзің көріп, одан не істеп қорқып керек емес. Барлығына көрсет. Ол сенің жолың, әрдайым өз жолыңмен жүр. Сенің өз жолың болады. Сіздермен бірге болған мен Балабай. Кездескенше. Бұл документалдық фильм туралы мистер Прикольчик те өзінің влогын шығарды. Бірақ влог мистер Прикольчик арнасында емес, екінші Қуанғали деген арнасынан шықты. Дәулет ағаның машинасы. Барлықтарыңа сәлем, осылай біз деген осы жерден бастаймыз влогымызды, Бержан екеуміз. Біз қазір Балабаймен документация түсіріп жатырмыз. Алдында Бержан мен жайлы документация қарап, мына жерде шығар, короче. Сосын ол Балабайдың документациясын түсіріп жатыр. Мынаны қара, жайлап дамып жатыр, красавчик брат. Балабаймен переписка ғой. Біз мияқта кездесеміз деп айттық, қазір жаңбыр жауып отыр далада. Біз мияқтамыз, сол вечный ойындамыз. Мына жерде машиналар жүріп жатыр. Мен негізі қуанып тұрмын карантин біткеніне. Ассалаумағалейкум. Біздер бір қалада тұрып енді көрсек. Бірақ айтып кездестік қой. Кездестік. В общем, мынау Балабай достар. Балабаймен кездестік. Қазір енді Бержан документалка түсіреді. Документалканы өздерің көресіңдер ғой. Мыналар, короче, түсіріп отыр, уже бастап түсіріп. Ал мен өзім жайлап қаңғай берейін. Какие ощущения? Ощущение приятно. Сіз жайлы фильм түсіріп отыр. Дейсің. Короче, мына мияқта екінші ракурс. Күшті қылып түсіреді. Ела, профессионалымыз ғой. Қараңдаршы қандай погода бүгін жаңбырлы кезде тағы түсіріп отыр. Так, олар кетіп қалды. Мен бар жайлап. Осылай арттарына жүремін, осылай жүремін. Бергел, ладно, не будем их отвлекать. Сосын қарапайым Қайрат арнасында жақында 900 мың, ал Темірлан Болатта болса 300 мың. Бүгінгі жаңалықтар осы болды. YouTube не хабарда тағы да жаңалық аз. Қазақ YouTube'ның жаңалықтары азайып келе жатыр барған сайын. Жалпы достар, осы видео ұнап жатса лайк басыңдар, өйткені влог деген ол өте қызық адам қара. Лайк басыңдар, әрқайсыңыздан лайк күтемін. Лайк деген ол маған мотивация береді. Мотивация берсе, мен көбірек видео түсіремін. Дұрыс па? Дұрыс, мен көп контент түсіремін. Сондықтан қазір қарап отырсың ба осы видеоны, аямай лайк бас. Все лайк көбісі лайк баспайды, мен видео түсіргім келмей қалады. Сондықтан сендерге сенемін достар. Достарым, роднойларым.